Балафани? Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. Жеміс жидек теріп ап, жануарлар көрейік. Өте жақсы ұсыныс, жүріңдер жиналайық. Көрпешелер төсейтін, сусын тамақ алайық. Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. О, қараңдар ар жаққа, бұталардың артына. Жануар тұр кім екен, ұзын құлақ басында. Ол кім екен? Қалай ойлайсың, тентек? Аха, құлағы ұзын, сұр түсті. Бұл деген? Во, бұл қоян ғой, алақай! Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. О, қараңдар балалар, шөпте жүрген кім екен? Тікендері бар ұзын, үстінде алма тұр екен. Қызық, тікенекті өсімдік деп ойлайын десең, қозғалады. Мен оның кім екенін білетін сияқтымын. Мә, мынау кірпі екен. Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. Әне, қараңдар, ағаш арасында бар. Қоп-қоңыр мамық құйрық, кім екен табасың ба? Құйрығы кішкентай, бұлт сияқты үлпілдеп тұр. Мен кім екенін білетін сияқтымын. Я, бұл тиен! Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. Достар, ар жақта қоңыр үлкен жануар. Қызықай, ол кім екен? Іздеп ойлап қараңдар. Шынымен үлкен сияқты ғой. Я, солай секілді. Бірақ ол кім? Үлкен, қоңыр, жидектердің артында тығылып алыпты. Мә, саған, бұл аю ғой. Неге таппағанбыз? Соны айтам. Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. Анау ағаш артындағы дәу құйрықты қараңдар. Ескекке ұқсайды тура, кім екен ол балалар? Құйрығы жалпақ екен. Суда жүзгенге ыңғайлы шығар, я? Я, мен де солай ойлаймын. Және кім екенін білетін секілдімін. О, бұл құндыз екен ғой. Бәсе! Кеттік бірге орманға, пикник жасап келейік. Жеміс жидек теріп ап, жануарлар көрейік. Дарын, тәтті, кеш батайын деп жатыр. Жиналып үйге қайтайық. Келесі жолы тағы келеміз. Иә, дұрыс айтасың. Ойынымызды келесіде жалғастырамыз. Уақытымызды керемет өткіздік. Маған ұнады. Балафани алақа